Кәріпжан Әли осы журналистика саласында 2003 жылдан бастап еңбек етіп келе жатырмын. Жалпы бастапқыда менің кәсібімді шыңдауға көмектескен бұл сол кездегі ЮСА, яғни қазіргі Алматы арнасы. Сонда бізде қайырлы таң іспетті бағдарлама болды. Яғни сол жерде мен қала тарихы, қала көшелерінің тарихы туралы кішігірім өзімнің айдарым болды, соны жасадым. Мен жаңалықтарға ойыстым. Жаңалықтар ол журналист үшін керемет мектеп. Себебі жаңалықтардың сюжетін жасап, сол жақта төселген тілшілер бұл күндері жақсы сөз саптауы дұрысталады. Сонымен қатар мынау барған жерге оқиғаны дәл суреттеп және оперативті дейді ғой, тез жылдам ақпарат беруге дағдыланады. Міне жаңалықтардан үйренгенім, білгенім, түйгенім осы. Журналистикаға қалай келдің? Қай оқу орнын бітірдің? Қалай армандап келдің бе, жоқ әлде кездейсоқ түсе салдың ба жоғары оқу орнына? Қалай келдің? Мен 2001 жылы мектепті бітіргеннен кейін осы Алматыға келіп, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне тапсырдым. Шығарма жасау дейді ғой, содан жақсы нәтиже, яғни ұпай жинадым, бірақ білім деңгейім сәл төменірек болып, содан сәл төмен ұпай жинап түсе алмай қалдым. Сосын күдер үзбедім, келесі жылы тағы да келіп тапсырдым, бірақ ол жылы да, яғни қазір грант мемлекеттің қолдауына ие бола алмадым. Сондықтан ақылы бөлімде оқуыма сол салада білім алғым келеді деп, сол айтқанымнан қайтпай, сол мамандыққа барып оқуға түсіп, сонымен 4 жыл оқып шығып, 2006 жылы бітірдім. Біздің енді... Бірден жұмысқа орналасып кеттің бе? Қалай жұмысқа келдің? Менің енді жұмысқа орналасуымның себебі бір жағынан ол менің ақылы оқуыма әсер етті. Сол өйткені оқу ақысын мен ата-анама салмақ салмайын дедім де, өзім ақша табуға кірістім. Сол 2003 жылы екінші курста оқып жүріп, алдымен тәжірибе дейді ғой. Бірақ менің тәжірибем ұзаққа созылды. Мен наурыз айында келдім де, желтоқсан айына дейін тәжірибеден өттім десем болады. Сосын желтоқсан айының соңына қарай менің жетекшім қолыма 6000 теңге ұстатып тұр. Мына сенің осы айдағы тапқан табысың деп. Міне содан кейін барып, мен алғашқыда ол ақшаға жұмыс істеген жоқпын. Жалпы білу үшін, өзіме тәжірибе жинау үшін, журналистика саласының қыр-сырын меңгеру үшін еңбек еттім десем болады. Жас түлектерге, жас оқушыларға қандай кеңес бересің? Журналистика. Мен негізі бір оқығаным бар, шетелдік басылымдар, болашағы жоқ мамандардың қатарына журналистика саласын енгізіпті. Менің ойымша, журналистика әр кезде керек, яғни халыққа ақпар тарату. Қазір негізі өйткені неге десеңіз, ақпарат ғасыры дейді, яғни ақпаратсыз өмір сүре алмаймыз. Қазір қай жерде болсын ұялы телефонымызға үңіліп, немесе компьютерге үңіліп ақпарат жинайтын уақыт. Билік өкілі ретінде өз орнын нығайтқан саланың бірі, яғни бүгінде көптеген сала құрылымдары осы журналистика саласымен тікелей байланыс орнатқан. Сондықтан осы саланы таңдап жүрген түлектерге айтарым, оқыңыздар, білім алыңыздар, журналистика саласының көкжиегін бағындырыңыздар деп айтқым келеді. Жалпы жоғары оқу орнына түсу міндетті ме, жоқ әлде қазір курстар қаптап кетті? Сол 2-3 айлық курстарды оқып журналист болуға бола ма? Негізі ебіңе байланысты. Бірақ мен осы қазіргі уақытта бас редактор ретінде айтарым, көбісі сол 2 айлық курсты тәмамдап бізге келіп жатады. Бірақ енді ол аздық етеді. Себебі білім алу керек. Мысалы, біз 4 жыл бойы білім алсақ, оны 2 курста меңгеріп алу деген ол мүмкін емес нәрсе сияқты.
сонымен қатар барлық салада бұл тәжірибе ең маңызды рөл атқарады. Сондықтан жаңағы екінші курста оқып біткеннен кейін міндетті түрде ауылға кетіп қалмай, немесе басқа салада жаңағы ақша табам деп кафе жағаламай осындай тәжірибеден өтуге кеңес беремін түлектерге, яғни студенттерге. Ол сіздердің тәжірибелеріңізді шыңдайды. Сосын 4-ші курс бітіргеннен кейін, немесе 5-ші курстан кейін жұмыс табуларыңызға септігін тигізеді, және сол жұмысты ары қарай алып кетуге сіздерге оңайырақ болады. Сонда бұл жерде қалай ойлайсың? Қызыл дипломмен бітірген 4-ші курстың студентін ала ма, жоқ әлде көк дипломы бар, бірақ 2 жыл тәжірибесі бар журналист бар. Мысалы, сен бас редактор ретінде қайсыны жұмысқа алар едің? Мен үшін диплом маңызды емес сияқты. Мен үшін жаңағы жаза білуі, сосын қабілеті, ынтасы, білем, көрем, маған керек, мен мынаны жасаймын деген адамға мен әрине басты назарымды бөліп, сол адамды жұмысқа алуға тырысамын. Журналистиканың пайдасы қандай деп ойлайсың? Адамға берері қандай, пайдасы қандай? Журналистиканың пайдасы енді былай адами пенделік түрде айтатын болсақ, бұл біріншіден жер көресің, елмен танысасың, араласатын ортаң болады. Бір таныстарым айтады да, енді журналистсің ғой, саған барлық жерде жаңағыдай не шығар, жол ашық шығар, неге барып бүйтіп сұрай салмайсың, үйіңе бір нәрсе керек болса, жаңағы көшеңді дұрыстатып алуға. Бірақ мен үйтіп жаңағы шектен шыққан емеспін. Енді осы уақытқа дейін мысалы қанша жұмыс істеп жүрмін, еш уақытта барып жаңағы жол полициясына мен осындай журналистпін, мен жібере салыңыздаршы деген сияқты ондай оқиға орын алған емес. Мен ондай нәрсені онша ұнатпаймын. Мен өзімнің тірлігімді білемін. Мен ертеңгі күні жаңа жол полициясына баратын болсам, олардың жаңа жұмыстарын жаман жағында көрсетемін, жақсы жағында көрсетемін. Өйткені менің арым тазада. Олар маған айтпайды, сен өткенде ол мен сені жолда жібере салғам. Сен енді бізді дұрыстап жазуың керек, мақтап жазуың керек сияқты. Сондай іс-әрекеттерге бармаймыз. Мысалы, халыққа қызмет көрсету орталығында, жаңағы поликлиникаларда түрлі әділетсіздіктер орын алып жатады. Соларды мысалы сен қарапайым адам ретінде бардың дейік. Сондай әділетсіздікті орын алып жатыр, көріп жатырсың. Сенің әрекетің қандай болады бұл жерде? Не істейсің? Менің әрекетім негізі басымнан өтті ондай жағдай. Мен бірінші кезекленің шешімі неге бұлай болып тұр жағдай, неге заң жүзінде бұлай еді ғой деген сияқты, соны алдымен анықтап алуға тырысам. Ал егер ол анықтауға мүмкіндік жаңағы басшылық бұл тұста бізге жауап бере алмаса, онда жоғары жақтағы біздің денсаулық сақтау департаменті бар. Ол кісілерге де шағым қалдырып, осылай олардың жұмысына өз шағымыңды білдіруге болады. Және енді бүгінгі таңда Құдайға шүкір, бізде әйтеуір жаңағы сын айтсаң түзеліп жатыр ғой көп нәрселер. Енді бірден бола кетпейді. Әрине кемшін тұстар бар. Түлектерге, енді университеттің түлектеріне, мысалы, жарайды университетте оқып жүрдік журналистиканы. Мысалы, өз басынан да сенен де өткен шығар. Білмейсің, қайда барасың, жұмыс істегің келеді, бірақ қорқасың, мысалы, жұмысқа аламын екен, мен алмаймын екен деп. Сонда соған қандай кеңес айтасың? Бірінші кезекте не істеу керек осы, мысалы, 2-ші курс оқып жүрген студентке журналистика факультетінде қалай жұмысқа орналасуға болады? Мысалы, телевидениеге дейік. Енді біз өзім жуырда өзім білім алған Қара Шаңырақ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне барып, кішігірім дәріс өткіздік. Жалпы жобасы мен жаза алмаймын, менікі болмайды деген оймен емес. Ең бірінші менде барлығы болады, мен жақсы үйренемін. Өйткені әр нәрсе еңбекпен келеді дейміз. Сол еңбек ету керек, сосын ерінбеу керек.